Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге адам ағзасына өте пайдалы салаттың бір түрі, яғни квашеный капустаның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, және де видеоның ең маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге бар болғаны 2 ақ зат қажет. Осындай орташа көлемде бір капуста және бір сәбіз керек болады. Ең алдымен осы капустамызды алып, ортасынан бөліп кесіп аламыз. Сосын осындай майда бөліктерге бөліп, өзіңіз қалағаныңызша орташа қалыңдықта немесе жіңішке етіп турап алсаңыз болады. Мен капустаны орташа қалыңдықта барлығын турап шықтым. Осы орайда квашеный капустаның пайдасын айта кетуді жөн көрдім. Квашеный капустаның пайдасы, яғни квашеный капустаның құрамында кальций, темір, магний, фосфор, натрий, цинк және витамин С-ға өте бай. Табиғи пробиотик ішектердегі газдың түзілуін азайтады және де холестеринді төмендетеді, салмақты бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Себебі организмдегі метаболизм процесін өте жақсартады. Айта берсең өте пайдасы көп. Капустаның барлығын турап алдық. Келесі бізде алдын ала ашып, жуып, тазартылған сәбізімізді теркадан шығарып аламыз. Міне сәбізді теркадан шығарып алдық. Енді жаңа турап алған капустаның үстіне теркадан шығарылған сәбізді саламыз. Сосын үстінен 2 болгар бұршын қостым. Сосын үстінен 2 чайна ложка тұз салдым. Тұзны сәл көптеп салсаңыздар да болады. Енді қолымызды жақсылап жуып тазартып, осылай қолымызбен жақсылап капуста мен сәбізді мыжитын боламыз. Мен кішілеу ыдысқа салып қойыппын. Үлкендеу ыдысқа салып, осылай екі қолымызбен капуста мен сәбізді мыжып, араластырып аламыз. Міне капустамызды жақсылап мыжып араластырып алдық. Енді осындай ыдысқа жақсылап тығыздап саламыз. Осындай ыдыс болмаса, негізі банкаға салғандарыңызда дұрыс. Банкаға қасықтың көмегімен жақсылап тығыздап салу керек. Осылайша барлығын тығыздап салып аламыз. Міне капустаның барлығын салып шықтым. Енді осылай қолымның көмегімен жақсылап үстіні басып шығамын. Егер сіз банкаға салған болсаңыз, қасықпен жақсылап үстіні басыңыз. Осылай басып шықтым. Енді крышкасын жауып, бөлме температурасында 3 күн сақтайтын боламыз. Квашеный капуста екінші күн. Крышкасын ашып көрейік. Міне көріп тұрғандарыңыздай, квашеный капустаның уже өзінің суы бөлінген. Квашеный капустаға ешқандай су құйылмайды. Екінші күн осылай крышкасын ашып, деревянный палочкиді алып, 5-6 жерінен осылай тесіп шығамыз, яғни капустаның газын шығарамыз. Осылайша квашеный капустаның газын шығарып аламыз. Сосын 3-ші және 4-ші күн квашеный капуста дайын болады. 4-ші күн уже алып жей беруге болады. Квашеный капуста 3-ші күн. Міне квашеный капуста 3 күнде дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Квашеный капустаны кез келген тамақпен қосып жей беруге болады. Осылай банкаларға салып, холодильникке салып қоямыз. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Егер менің осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырыңыз. Қош, сау болыңыздар.